Мынандай рет бар ма? Белгілі бір жұмысты істеймін дейсіз да, бірақ мүлтіксіздікке ұмтыласыз. Бір өзіңізге қойған бір мақсатыңыз бар. Содан кейін оны істеу үшін жоспар жасайсыз, және жоспарыңыз барған сайын үлкейе береді. Әрі бұл өте мүлтіксіз болу керек деген нысана қойып тастайсыз. Осылайша бірте-бірте сіз өзіңіздің еш нәрсе істей алмайтыныңызды байқайсыз. Жоспарларыңыз кешіге береді, өйткені сіздің ойыңызда әлі уақыты болған жоқ. Мен әлі бұл өлшемге толған жоқпын, немесе шарт жағдай пысып жетілген жоқ. Мен мына жұмысты бастауым үшін сөзсіз түрде мынандай шарттар әзірлену керек. Сол кезде ғана бұл жұмысты жақсы істеуге болады. Дейсіз дағы өзіңіздің жаңағы істегелі отырған жұмысыңызға өте көптеген шектемелерді қойып тастайсыз. Ал нәтижесінде жаңағы сіздің қойған нысаналарыңыздың барлығы немесе мақсаттарыңыздың барлығы артына қарай кешіге береді. Сөйтіп, сіз өзіңіздің еш нәрсе істей алмайтыныңызды байқайсыз. Бұл психологияда 100%-тік мүлтіксіздікке ұмтылу деп аталады. Ал тіпті мынандай жағдайлар болады. Сіз соны солдай дәрежеде істей алмаған сайын өзіңіздің рухани жүгіңіз арта түседі. Өзіңізді жарамсыз, бір жұмыс істей алмайтын, басқаларға жетпейтін, басқалардан нашар, әлсіз адам ретінде тани бастайсыз. Міне осылайша өзіңізді өзіңіз кінәлау, өзіңізді өзіңіз шаршату жағдайыңыз күн сайын еселене береді. Нәтижесінде сіз шынында да еш нәрсені дұрыс басына шығара алмайсыз. Мінекей, бұл жердегі маңызды түйін сіздің жалқау болып отырғаныңыздан емес та, керісінше сіз өзіңізге барынша қатаң талап қойып алдыңыз және мүлтіксіздікке ұмтылдыңыз. Амалиятта дүниеде мүлтіксіз нәрсе болмақ емес. Ал енді сіз айналаңызға қарасаңыз, және де мынандай істі байқайсыз да, өзіңізден мейлі қабілет жағынан болсын, мейлі еңбек жағынан болсын, мейлі орай немесе мүмкіндік жақтарынан болсын, сізге жетпейтін адамдардың сізден әлдеқайда жақсы жұмыстар жасап отырғанын көресіз да. Оларды көрген сайын сіз тіпті де қинала түсесіз. Көрдіңіз ба? Енді не үшін олар осындай жақсы нәтижелерге жетіп жатыр деген кезде, олардың ойында мүлтіксіздік деген нәрсе жоқ. Олар алдына не нәрсе тура келсе, сол нәрсені дәл қазір бастап кетеді. Мейлі шарт жағдай толық пысып жетілмесе де. Демек, бірер жұмысты дұрыстап істеу үшін ешқашанда алдын ала шарт жағдайдың толық болуы қажет емес. Біз жоқ шарт жағдайды бір талдан қалыптастырамыз. Сол үшін де адамның жаңағы асқын мүлтіксіздікке ұмтылуы адамның өзіне өзі жасаған тұсауы, тосқауылы немесе бөгеті деп айтуға болады. Сізде осындай мінездер бар ма? Бар болса, менің ұсынысым, өзіңізді кең тастаңыз. Еш оқасы жоқ, сізге сөзсіз түрде біреу бірінші болуың керек, алда жүруің керек, және ең мықтысы болуың керек деген өлшемді қойған жоқ. Дәл қазірден бастап отырып, кішкентай ғана жоспарлардан бір талдан істей берсеңіз болды. Шарт жағдайдың пысып жетілуін тоспай-ақ қойыңыз. 记得关注再走哦。